бір мақтанбай ақ қояйыншы десем болмай жатыр да просто. Міне Ердәулет Осман Бексұлтанұлы соннан шықтық. Документті қолыма алдым. Далада жаңбыр. Енді қазір барып баланы арнайы медициналық мекемеге тіркеймін. Үйдің жанында тура қасында. Ал соны арбаламай жақыннан дұрғылайық деп шештік. Соған кетіп баратырмын. Ал ұлымыздың алғашқы құжаты құтты болсын. Сәби сүйе алмай жүрген жандарға, сәби сүйгісі келіп жүрген жандарға жұғысты болсын. Алла тағала ұрпақтарыңыз көбейте берсін, аман болайық ағайын. Барлықтарыңызға сәлем. Менің жасым 24-те. Менің бір ғана дипломым бар, бірақ мен одан ұялмаймын. Өйткені ақша табу дипломға қарамайды. Менің жасым 24-те. Менің әлі күнге дейін өзімнің жеке баспанам жоқ. Менің жасым 24-те. Маған өз-өзіммен қалу өте қатты ұнайды. Шулы жерлер ұнамайды. Менің жасым 24-те. Әзірге мен 10 елде болдым. Ары қарай барлық әлемді аралау менің арманым. Менің жасым 24-те. Мен байырлықпен жұмыс жасадым. Соның арқасында өзімнің жеке дүкенімді аштым. Менің жасым 24-те. Мен Инстаграмды қолға алғаныма 4 жыл болды. Соның арқасында өзімнің жеке көлігімді алдым. Менің жасым 24-те. Мен өзім бөлек тұрамын, және де қазір отбасымен тұру өте қиын. Менің жасым 24-те. Мен 7 жыл тойға шыққанмын. Жасым 24-те. Мен бірақ әлі күнге дейін жүзе алмаймын. Менің жасым 24-те. Мен өзімді отырып қалған қыз ретінде санамаймын. Менің жасым 24-те. Мен кейде тұрмыс құруға қорқамын. Бүгін Ақбота екеуміз Ақбота звондады маған. Айтты, өзіне бір жанару мақсатында бір сыйлық алып жатыр екен, короче. Сенің вкусың жақсы ғой деп мені шақырды. Енді соны қазір таңдап беріп алдым. Сыйлық. Ал баршаңызға ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Бүгін қасиетті Рамазан айының соңғы күндерінің бірі. Ертең Алла қаласа соңғы күн ауыз бектеміз, содан кейін 30 күн ашамыз. Бүгін сол Рамазан айының соңғы жұмасы. Қасиетті айда жасаған барша құлшылықтарымыз қабыл болсын. Қасиетті жұма мүбәрәк болсын. Тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Алла барша дұғаларыңызды қабыл етсін. Қасиетті ай, қасиетті күн. Жамағат жаңбырға қарамай сыртта оқып жатыр. Бізді жей намазымызды көтеріп алдыға ағайын. Машинамыз бар деп құтырамыз, бірақ Алматының кептелісінен қашан құтыламыз? Айтамыз деп бастайын да. Алматының кептелісінен құтыла алмайтын болдық, бұл сөздің шыны керек. Жұмысымыз уақытысында бітпейді. Кеше анама госакты алып берген болатын, білесіздер, участоктың госактысын арнайы қолымызға алғанбыз. Бүгін соның жұмыстарымен қалаға шыққам, бірақ жұмысты бітірді. Мен қазір келесі бір жұмысқа кетіп баратырмын. Ол қандай жұмыс десеңіздер, ұлымыз Османның туы туралы куәлігі дайын болған екен. Соны арнайы Наурызбай аудандық халыққа қызмет көрсету орталығына барып, сол маңызды құжат алу керек болып тұр. Неге десеңіздер, балапанымызды арнайы медициналық мекемеге тіркеу керекпіз. Енді алдағы уақытта денсаулығын барлығын реттеу үшін, денсаулығының дұрыс болу үшін, учет барлығын реттеу үшін сол медициналық мекеме керек. Сол үшін сол жұмыстарды, маңызды жұмыстарды бітіру керек. Бізге Алла жар болсын, сіздерге де әр жұмыстарыңыз уақытында бітсін. Енді не деймін басқа? Ей жандар, аман болыңыздар. Маған погода не болып кетті, көктемге ұқсас болып жатыр маған. Компьютеріне келіп жасап кеткен. Сырты қарайып, аққа ауыстыруға. Сол енді босап, үй жаққа қайтайын деп жатқан жайымыз бар енді. Көктем қайда? Не көктем өз? Айындар? Бәрі дұрыс бәлі беріс. Далада қар жүріп отқан сияқты. Короче, мына яқтың бәрін өткенде шаң болады, сөйтіп қараңыздар, брусчатка, анша-мұнша емес біздің жол. Мына жердің бәрі игровой площадка, анау мынау. Сондай ойын деп жатыр. Елдер көшіп келіп жатыр, мына қоныс төлеп жатыр. Сондай айындар. Әлі бұяқта жұмыстар қызық жүріп жатыр. Мен дорым осылай қарайды. Мен азында ұйқыдан тұрсаң, тарс көріс, ау-мау, трактордың дауысы, анан дауысы. Сондай жатыр. Это пока временно. То есть айтпақшы көшіп келіп жатыр деп қой, мынау біздің нені подъезд тазалайтын тетелер ғой. Бүгін келеді, бір апта өтті, енді тағы тазалап келді. Уже КС-қа қабылдап алған бізде. Сәттілік, давайте басшыларыңызға. Күн жылып кетсін ертелік. Әкеміз айтып жүрді баяғыда, қасқырдан қасқыр туар, қой жұтығын, иттен ит туар.
бажи тұғын деп. Балам ошыл 8 айлығына даже мен қарасына мына тамақ бізде беріп жатқан. Емен плюс кәдімгі сәрізбен жылқының қазысы, сорпасы бере береміз. Спокойно жей береді балам. Келді, хоппа. Аде, иди әнем. Өстіп кішкентайынан ет жеуді үйретіп жатырмын. Қаны көбейсін, тағыны ет неге пайдалы? Бір витаминдерге, в общем, сондай ойшайды. Еттің пайдасы көп. Бірақ аппетит айтпай балам көсек қамасын. Гольф көлігі туралы не айтасыз дейді? Гольф көлігі жылдар ескілер әрине уже ескіріп кетті, соответственно бағалар өте төмен, оларды 1 миллионға, бірде 2 миллионға алуға болады. Негізі гольфті көп айдаған бізде Олжас деген қатысушым білесіздер, ол гольфтің жаңа атаманы. Сол себепті егер гольф алатын болсаңыз, гольф 4 либо гольф 5 алыңыз, 2000-нан былай қарай шыққандарын, кішкене жылы жаңаларын. Сол кезде кішкене жүріс береді, қайта-қайта жөндетіп алған шығармайды. Ал Ақбота шипажайы шипагерлер орталығының төрайымы ма немен қандай? Отырсың ба сен? Шілдеттерді осылай шығарып жатырмыз. Bir жағынан ауырып қалды бұл кісі сонымен. Сен де отырсың. А? Сен де отыр болған. Сен тозасың, сен алып отырсың оған. Шамазым сен арқылы. Жыртық тыртыққа көтті сен өзіңе қарап өзі айналайын. Сен подбородыңды қарасайшы, іркілеп тұр ғой. Іркет тұр ғой. Ол бұдан кейін тумай қойшы айналайын бол. Бұдан кейін тумай қойшы құрсы. Ол бұдан кейін тумай қойшыншы бота. Рахмет айналайын бол. Жетеді осы. Жетер осы қиналғанында. Шешем келді менің, сұлу шешем. Жаным шешем. Мамасы шақырып алды, сразу енешкам шақырып алды, сразу. Түсірмеші. Не oldu? Енді бас киім күш жаза деген саған. Серьезно? Кеш жаза. Кеше ғана ойбай киінейін деп жатыр едім. Жан керек болғанда қалай киіп алғанды білмей Жаның қалыпсың. уақытта киеді екенсің, Тамақ ішіп келдің ба? денсаулықтың қазасына барған кезде білесің. Қуырдақ жедім. Орда, дәмді ме екен? Сиырдың балының қабырғасынан жасалған қуырдақ деген тамақ. Мынаның қатығы жоқ екен, бірақ дәмді екен мынау. Мынау көрші. Қатығы жоқ екен да. Қамыр бар екен бірақ? Иә, қамыр бар екен. Я хотела қамырмен. Дәмді екен, дәм көресің ба? Жоқ.